Сарымсақтың бойында тұнып жатқан қасиеттердің көпшілігі қадым замандардан бері белгілі. Мысырда атақты пирамидалар салынып жатқан қиын кезеңде сарымсақтың көмегі ұшан теңіз болған екен. Яғни сарымсақты көптеп пайдалану арқылы жан-жақтан әкелінген құлдардың арасында болатын жұқпалы індеттердің өршуіне тосқауыл қойылған. Сонымен сарымсақтың пайдасын тізіп шығайық. Бактериямен күреседі. Сарымсақты шикідей жегенде аллицин заты бөлінеді. Бұл зат түрлі зиянды бактерияларды жояды. Сондай-ақ антисептикалық, яғни залалсыздандыру қабілетіне ие. Егер сарымсақты қыздырса немесе ыстық суға салса, онда аллицин бөлінбейді. Ас мәзіріне шикі сарымсақты қоссаңыз, ағзаңызды өкпе құрты, дизентерия, кандидоз бен герпес ауруларын тудыратын түрлі бактериялардан қорғайсыз. Қан тамырларының қызметін реттейді. Сарымсақтың құрамындағы аллицин жүрек қан тамырлары жүйесінің қызметін реттейді. Күнде сарымсақтың бір бөлігін жесе, қан тамырларын нығайтып, қан айналымын жақсартады, залалды холестерин мөлшерін 10%-ға төмендетеді. Сәйкесінше қанның ұюын болдырмай, жүрек талмасының алдын алады. 12 апта бойына сарымсақты үзбей қолдану артериалды қан қысымын реттейді. Қандағы қант мөлшерін төмендетеді. Қант диабетімен ауыратындар күнделікті сарымсақ жегені жөн. Сарымсақ қандағы қант мөлшерін 25%-ға төмендетеді. Иммунитетті күшейтеді. Сарымсақ вирусты ауруларды емдеуде және олардың профилактикасында таптырмас табиғи дәрілік құрал. Сарымсақты күнделікті пайдалану тұмау сырқауды 60% алдын алуға болатыны дәлелдеген. Тұмаудың алдын алу немесе ауыра қалған жағдайда емдеу үшін күніне 2-3 рет мұрынға сарымсақтың суын тамызған жақсы. Қатерлі ісікті алдын алады. Сарымсақ құрамындағы күкірт, диалил, сульфид, салил, цистеин мен селен ағзадағы шлакты сыртқа шығарып қана қоймай, қатерлі ісік жасушаларын өлтіреді. Зерттеулер нәтижесі сарымсақты күнделікті қолдану қатерлі ісіктің пайда болуын 20%-ға төмендететінін көрсеткен. Соның ішінде асқазан рагы, тоқ-ішек ісігі, бауыр, сүт безі ісігі қаупін азайтады. Паразиттерді жояды. Аскаридоз бен жер бетінде 1 миллиард адам ауырады екен. Бұл ересектер мен балаларда кездесетін ауру. Оны тудырушы аскарида, яғни ішек құрты. Ал сарымсақ ішек құрттарымен күресудің табиғи әрі тиімді жолы. Сарымсақты шикі жеген жөн. Ас қорытуды қалыпқа келтіреді. Сарымсақ ас-ішек жолдарына өте пайдалы. Оны күнделікті пайдалану асқазан сөлінің бөлінуін және темірдің дұрыс сіңуіне көмектеседі. Ас қорыту процесін жақсартады. Қарынның жұмысын реттейді. Ішек жұмысын жақсартады. Тәбетті көтереді. Алайда асқазан ойық жарасы және басқа да аурулардың асқынуы кезінде сарымсақты қолданбаған абзал. Буын ауруларын емдейді. Сарымсақтың аяқ-қол буындары үшін пайдасы зор. Тұз жиналудың алдын алуға болады. Зақымданған буынның тіндерін қалпына келтіреді. Сүйек майларының азаюын болдырмайды. Теріні қалыпқа келтіреді. Сарымсақтың құрамындағы дәрумендер теріні серпіндетеді. Безеудің пайда болуын азайтады. Әжімнің бет терісінің қартаюын алдын алады. Бұл үшін сарымсақтан жасалған маска жасау міндетті емес. Күніне сарымсақтың 1-2 бөлігін жесеңіз болғаны. Артық салмақпен күреседі. Сарымсақ дұрыс тамақтану механизмінің тетігі. Сарымсақты жеу арқылы артық салмақтан арылып қана қоймай, сол қалыпты ұзаққа дейін сақтауға мүмкіндік бар. Сол үшін күніне 2-5 грамм сарымсақ жеген жөн. Сарымсақ құрамы түрлі элементтерге өте бай. Десе де оны шамадан тыс жеуге болмайды. Әйтпесе уланып қаласыз. Күніне 8 тіс сарымсақты жесе қан кетеді. Сарымсақты аш қарынға жемеген жөн. Асқазаны ауыратындар ауруы асқынған не қозған кезде сарымсақты жемегені дұрыс. Сарымсақты көп жесе ішке газ көп жиналады. Жүрек айнып бас ауырады. Дене температурасы көтеріледі. Сарымсақты балғын күйінде жеген жөн. Сонда ғана оның құнары мен пайдасы бойға дариды.